Апельсин, манго, маракуя, тіпті кумкуват және басқа да тропикалық ағаштар Астанада жемісін берді. Оларды ботаникалық бақта орналасқан жылыжайда көруге болады. 4 мезгіл жаз орнаған мекен туралы Мағжан Үйсінбай айтып берсін. Таңғажайып өсімдіктер әлемінде елорда тұрғындарына арнайы экскурсия өтті. Келушілер тропикалық аймақтың атмосферасын сезініп қана қоймай, түрлі жемістің дәмін татты. Жалпы кумкват ол өте сочный, лимон мен мандарин сияқты апельсинна. Ең қызығы, оны сыртымен бірге жейді екен да. Сол мен үшін ең қызық болды. Ботаникалық саябақта көптеген, яғни мен үшін қызық болған нәрселер, ол кофе өседі екен. Кофе ағашын мен өмірімде бірінші рет көрдім. Бұл Астана қаласындағы ботаникалық парктың жылыжайы. Ол суккулентті және тропикалық болып екіге бөлінеді. Мұнда өсімдіктің 2000-нан астам түрі бар. Қысы жазы түйнектеп тұрған жеміс ағаштары жыл бойы арнайы күтімді қажет етеді. Жылыжай толықтай автоматтандырылған. Субтропикалық елдерден әкелінген өсімдіктер үшін ылғалдылық 60-80% деңгейде сақталып тұрады. Енді бұлардың күтімдері күрделірек, себебі үнемі жылуды ұстап тұруымыз керек, және де ылғалды ұстап тұруымыз керек, көп жарық керек бұларға. Экзотикалық жеміс жидектердің қалай жетілетінін білгіңіз келсе, елорда төріндегі тропикалық аралға дүйсенбіден басқа кез келген күні келсеңіз болады. Мағжан Үйсінбай, Сәбит Наурызбаев, 7 арна.